Сәлем құрметті көрермен, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен Замри фильміне қысқаша шолу жасайтын боламын. Фильм тік жартастың көрінісінен басталады. Содан кейін оқиға жатын бөлмеге қарай ауысады. Онда Айрис ұйқысыздықтан зардап шегеді. Ол төсектен тұрып, қызыл ойыншық қайықты ұстап алып бірінші қабатқа түседі. Онда ол кішкентай қалта пышағын алып, телефонды зарядтауға қалдырып, осы заттармен бірге сыртқа шығып кетеді. Көлікке отырған қыз таң ертеңгісімен өзінің гүлденген қала маңындағы ауданынан кетіп қалады. Оның жолы орман саябағының кіреберісінің жанындағы автотұраққа дейін созылады. Ол туристік маршрут бойынша тікелей биік жартасқа дейін барғысы келді. Ағаштың жанында осы жартастан құлап қайтыс болған кішкентай ұлына арналған үй мемориалы бар. Айрис пышақпен ағаштың діңіне оның есімінің бірінші әрпін сызып бастайды. Күйеуінің және өзінің есімінің инициалдарын да қосады. Осыдан кейін қыз жартастың шетіне жақындайды және де секіріп кеткісі келеді. Осылай ойланып тұрғанда оның бүйірінен пайда болған сұлба оның ойын бөліп жібереді. Ричард есімді қарапайым адам сыпайылықты ескермей қызбен әңгімесін бастап кетеді. Әйелді алаңдату үшін Ричард жас кезінде болған жол апаты туралы айтады. Оның көлігі қабырғаға соғылған. Содан кейін оның сүйіктісі Хлоя қайтыс болды. Апат алдында олар қатты ұрсысқан және ол оған айтқан соңғы сөздерін есіне алды. Ричардтың өзі 2,5 ай бойы тіршілікті қамтамасыз ететін аппараттардың астында жатты. Бейтаныс адамның бұлай ашылуы Айристі ұлының өлімі туралы айтуға шақырады. Осыдан кейін Ричард оны өзінің көңілсіз ойларымен жалғыз қалдырады және таудан түседі. Қыз секірем деген ойынан айнып, оны қуып жетеді. Екеуі автотұраққа оралады. Онда Ричард Айрис есігін ашып отыра алмайтындай тым жақын тұрғаны анықталды. Оның кетуін күтудің орнына Айрис тар саңылаудан кіруге тырысады. Айрис бұрылып жатқанда Ричард қолындағы қолшатырмен келіп, жаңбыр жауайын деп жатқан сияқты деген әңгіме айтқандай болып, қызға электрошокпен шабуыл жасайды. Содан кейін ол байлап артқы орындыққа отырғызады. Айрис есін жиып, ақылды сағатын көмек шақыру үшін қолдануға тырысады. Ричард өзінің арам, сериялық өлтіретін маньяк табиғатын сездіре отырып, бұл жерде байланыс жоқ екенін ескертеді. Бұлай жасағысы келіп жатқандардың бұл алғашқысы емес. Ол сондай-ақ ескерткіштің қасында қалған ұлының кемесін мұқият ұстап алды. Бірақ тұтқын қыз қашып кету әрекетін тоқтатпады. Ол кең шалбарынан қалта пышағын алып, пластикалық путтарды кесуге тырысады. Жол бойында маньякты Хлоя мен ұлы туралы әңгімелермен алаңдатады. Сөйтіп ол қолын босатып, Ричардқа шабуыл жасайды. Ол да шайқасады, бірақ ақыр соңында көлік жол бойындағы ағашқа соғылады. Соққыдан кейін жолаушылар күресті жалғастырады. Ричард Айристі шашынан ұстап алады да, оны қауіпсіздік белбеуімен тұншықтыруға тырысады. Маньяк креслоларды түсіріп, бетіне аяқтан соққы алып, қызды сүйреп апарады. Айрис орындықта тұрған пышақты ұстап алып, оған тағы да қауіп төндіреді. Әзірге екеуі де көліктен әртүрлі бағытта құлап кетпейді. Тұтқын қыз аяғындағы путтарды кесіп көмекке шақырады. Тұрғаннан кейін Ричард қалтасын неге тексермедім деп ойлайды. Бірақ солай болса да оның басқа жоспары болып еді. Ол оған алдын алып күшті препаратты енгізді. Ол алдағы 20 минут ішінде толық параличке әкеледі. Ричард әр кезекті сипаттайды. Алдымен дауыс ырғақтары істен шығады, содан кейін қолдың ұсақ моторикасы нашарлайды. Бұл пышақты ұстауға мүмкіндік бермейді. Содан кейін аяқтар мен қалған бұлшық еттер істен шығады. Айрис одан орманға қарай қашады, жол бойында пышағын түсіріп алады. Ричард апаттан зақымдалған аяғымен ақсап, оның артынан баяу жүреді. Қыз жанұшыра жүгіріп, тығылу үшін сенімді жер іздей бастайды. Жүгіру үстінде қыз ұлына санау кезінде үйреткен қол жаттығуларын қайталайды. Әр жолы саусақтар нашар мойынсынады және де көп ұзамай аяқтарынан да әл кетіп сүйреле бастайды. Қыз одан ары жүре алмай ақсап жатыр, бірақ зұлым және жайбарақат маньяк жылдамдықты арттыруды қиындатпай ізімен жүреді. Барлық күшін жоғалтқан қыз ағаштың тамырының астындағы саңылауға тығылады. Қатып қарап қалған Ричард айналаны тексереді, бірақ қызды байқамайды. Содан кейін ол әрі қарай жүреді. Өкінішке орай, қыз құмырсқа ұясына жақын жерде орналасқан, ал дәріден кейін сал ауруы жүйке рецепторларын бір жола өшірді. Құмырсқалардың шағуынан ол маньяктың назарын аударып, еріксіз дыбыс шығарады.
Бақытына орай Айрис жақын маңдағы өзенге дейін жорғалап үлгереді және оған кіріп қатып қозғалмай жатады. Жоспары мінсіз, бірақ оның да өз минусы бар болатын. Төменгі ағыс жақта толқындар жиналатын. Көтерілген көбік толқындарынан Айрис тұншығып кете жаздайды, бірақ әрі қарай жүзіп соңында бөренені ұстап алады. Соңғы күштерімен ол жағаға жетіп, аш көздікпен дем алып, дененің мойынсынудан бас тартқанын сезеді. Қыз шөпте жатыр, тек көзін қозғалта алады. Жақын жерде тұратын фермер Билл шөп шабатын машинада жұмыс істейтін. Қария шөпте жатқан қызды байқап, оны абайлап аударады. Нақты сұрақтар қойып, бейтаныс адамның сұрақтарына көз жыпылығымен жауап бере отырып, Билл оның жараланғанын түсінеді және құтқарушыларды шақыруды ұсынады. Айрис фермер оны ауыстырып, арбаға мінгенше күтіп шөпте аздап жатуы керек болатын. Ол қызды креслоға отырғызып үлгермейді. Бір кезде есік қағылады. Қыздың үрейленген жыпылықтауынан Билл бірдеңе дұрыс емес екенін түсінеді. Есікті ашса, Ричард тұр. Ол апатқа ұшырағанын және жоғалған, жараланған әйелін іздеп жатқанын айтады. Фермер көмек шақыруға уәде беріп, есікті жауып тастайды. Бірақ маньяк ізін суытпай қайта кірді. Өзін нашар сезінгендей Ричард бөлмені тексереді, бірақ еш жерде Айрис жоқ болатын. Тек бос арба тұр. Диванға отырғаннан кейін ол үй иесінің сыртта күту туралы өтінішін елемейді. Содан кейін ол кенеттен жылай бастайды. Ричард аянышты әңгіме айтып, яғни психикалық ауытқуы бар әйелі аварияны ұйымдастырып қашып кеткенін айтады. Егер сіз полицияға қоңырау шалсаңыз, оны қайтадан психушкаға жатқызып тастайды, ал мен оған жол бере алмаймын, дейді Ричард. Оның айтуынша, ұстамалар кезінде ол кататоникалық ступорға түседі, яғни қозғала алмайды және сөйлей алмайды. Оның диванның артында еденде жатқан Айрис оқиғалардың жалған нұсқасын естіп жатады. Дегенмен қонақтың шынайылығы Биллді сендіреді және ол әйелін жағадан тапқанын мойындауға дайын. Соңғы сәтте Ричардтың қалтасында телефон шырылдайды. Ол орманда жоғалтып алғанмын деп айтқан болатын. Билл қонақтың оны алдағанын түсініп, шығып кетуін сұрайды. Оны біліп қалғанын түсінген маньяк тонын қорқытуға өзгертіп және тікелей қыз қайда деп сұрайды. Үй иесі сарайда дейді. Үй иесі Ричардтан қызды алып кетуін сұрайды. Мұны тексермес бұрын Ричард телефонын беруін сұрайды, Билл полицияға қоңырау шалмауы үшін. Ол береді, бірақ содан кейін қонаққа бірден шабуыл жасайды, оны шкафқа қарай итереді. Маньяк шығам деп жатқанда Билл шабуыл туралы хабарлау үшін құтқару нөмірін тереді. Ричард шкафтың астынан шығып және олардың арасында төбелес басталады. Фермер маньякты ұрады. Бірақ еденде пышақ жатқанын сезіп қалып, ол пышақпен шабуыл жасайды. Билл Ричардқа қарай құлайды, содан кейін ол оны бірнеше рет пышақтайды. Полицияның қазірдің өзінде келе жатқанын түсінген Ричард сарайды іздейді. Ол жерден Айристі таппаған соң ол үйге бензин құйып жатыр. Қыз мұның бәрін көріп жатып, саусағын еденге тигізу арқылы сигнал беруге тырысады. Бірақ маньяк оған дыбыс елестеді деп шешеді. Биллдің пикап кілттерін және оның рубашкасын алып, қанды киімді жабу үшін өлтіруші үйді өртеп жібереді. Сөйтіп көлікке отырып, ол перделердің қалай қозғалып жатқанын көреді. Айрис жалюзи сымын байқап қалып, оны айналдырған болатын. Өртке оралған үйге оралғанда, Ричард тұтқын қызды тауып алып, оны шығарады. Қызды жолаушылар орындығына отырғызып, Ричард қылмыс орнынан алыстап кетеді. Жолда ол қызға өзінің арқасында ер адамды алғаш рет өлтіргенін мойындайды. Бұрынғы құрбандардың барлығы әйелдер болған. Содан кейін Ричардқа қызы мен әйелі қоңырау шалып, демалыс күндері оған саяжайға баратынын айтады. Үлгілі отбасы адамы бола тұрып, маньяк Айристі өлтіруден бас тартпайды. Олар жанармай құю бекетіне тоқтайды. Оның жанынан өрт сөндірушілер мен жедел жәрдемдер жарыса жүріп бара жатады. Ричард Айриске кепка кигізіп, бензинді төлеу үшін кассаға кетуге мәжбүр. Ол кетіп қалған кезде Айрис әрең мойынсынып келе жатқан қолдарымен қауіпсіздік белдігін шешіп үлгереді. Ол қатты демалып басымен терезеге құлайды. Сыртынан оны анасы мен баласы байқайды, бірақ ештеңе істеуге уақыты болмайды. Маньяк апат болған жерге оралады. Онда сынған көлік жатыр. Және ешқандай із қалдырмас үшін багажниктегі наркота қосылған шприцті де алып шығады. Ол қан дақтары жоқ таза киімге ауысады. Маньяк бос емес кезде Айрис қолдың сезімталдығын тексереді. Ол баяу қалпына келеді. Осы кезде полиция көлігі артынан келе жатыр.
Офицерге жанармай құю бекетіндегі куәгерлер біртүрлі жолаушы бар деп қоңырау шалған. Ол бәрі дұрыс екенін тексергісі келеді. Ричард оған ұлының өліміне байланысты әйелі депрессияға ұшырап, ішіп кеткенін мейірімді түрде түсіндіреді. Содан кейін оның маңдайындағы жара қайдан пайда болды деген сұраққа маньяк жауап беретін ештеңе таппады. Осы кезде Айрис терезені сәл аша алады. Мұны байқаған коп өзі жеке көз жеткізу үшін сөйлескісі келеді. Бірте-бірте қызға сөйлеу қабілеті қайта оралады және ол көмектесіңдер деп сыбырлайды. Офицер торпедода көлікпен жабылған стяжка мен шприцті байқайды. Ол қаруына қолын созады, бірақ Ричард одан бұрын басына троспен ұрып үлгереді. Полиция қызметкерін ұрып соғып, маньяк оның денесін көлікке салып тастайды. Көлікке бензин құйып, отқа жағады. Полицейскийдің тапаншасын ұстағаннан кейін Ричард тұтқын қызды одан әрі басқарады. Жолда өз-өзіне келген қыз онымен сөйлесе бастайды. Ол апат пен өлім туралы оқиғаны есіне алады. Яғни Хлояның өлімі Ричардты есінен тандырды деп күдіктенеді. Яғни сериялық өлтірушінің әлсіз жерін басу арқылы. Әңгіме барысында Хлоя апаттан кейін қайтыс болғаны анықталды. Яғни жараланған Ричард оның өліп жатқанын бақылап отырды. Оның соңғы айтқан сөздері рахмет болды. Оның өлімі Ричардты соншалықты жігерлендірді. Содан кейін Айрис Ричардтың жалпы отбасына және әсіресе қызына деген сүйіспеншілігін айтып, оның әлсіз жерінен басады. Оның айтуынша, егер ол ұсталса, оны түрмеге отырғызады және ол енді ешқашан қызын көрмейді. Бірақ Айрис оның шын есімін білмейтіндіктен, ол оны жіберіп үйіне оралуы мүмкін. Алайда маньяк тірі куәгер қалдырып, тәуекел етпеуге шешім қабылдайды. Ричард тұтқынды көлге қарай шығатын қоршауға қарай апарады. Құлыпты ашқаннан кейін ол Пирске қайықпен келеді. Айрис оның аяғына сал болып қалатын препаратты тығады. Алайда поршенін босатуға күші жетіспейді. Ричард оның энергиясының әлі өзіне келмегендігін айтады. Ол содан кейін шприцтегі сұйықты шашыратып ағызып жібереді. Маньяк әлі өзіне келмеген әйел денесін қайыққа сүйреп апарып, содан кейін ол көлдің ортасына қарай барады. Ол енді дайындалып жатқанда қыз жылап, қайтыс болған ұлының қызыл қайығын қалтасынан шығаруды сұрайды. Ричард мүлдем жауыз болмауға бел буып, өтінішті орындау үшін еңкейеді. Осы сәтті пайдаланып Айрис оның белбеуінен пышақты суырып алып, иекке қарай соққы береді. Тербеліп тұрған маньяк тірі болатын, пышағын содан кейін мылтығын алған кезде, бірақ қыз қайықты сауатты түрде шайқайды. Ол тепе-теңдікті жоғалтады, қаруын тастап бортқа құлайды. Бірақ ол әлі тірі және қайта көтерілуге тырысады. Айрис жүгіріп барып пистолетті алып оған атып жібереді. Ричардқа тағы да шала тиеді, бірақ сонымен бірге бортта оқ тесіктері пайда болады. Су бірте-бірте қайықты толтырады, бірақ қыз көтерілу үшін оның әлі жеткіліксіз болды. Ол әлі тұра алмай жатыр. Жараланған маньяк жағалауға қарай жүзіп бара жатып көлді қанмен бояйды. Су бетіне қарай көтерілгенде Айрис демін ұстайды. Көп ұзамай қайық онымен бірге суға батады, тек ойыншық қайық толқындарда тербеледі. Бірақ көп ұзамай қыз шығып, итше жүзіп Пирске қарай жүзеді. Тақтаға көтеріліп, ол жақын жерде жараланған Ричардтың жағаға шыққанын көреді. Қыз қанға тұншығып тұрған маньякқа жақындап, оған алғысын айтады. Өзінің әрекеттерімен ол оны қайғылы ойлардан құтқарып, өмірге деген құлшынысын арттырып, оны бағалауды үйретті. Сөйтіп, фильм аяқталады.